Бүгін қаламыздағы барлық мектептерде соңғы қоңырау соғылып, мектеп бітіруші түлектер үлкен өмірге алғашқы қадамдарын жасады. Жастық шақтың алтын кезеңіне айналған мектеп қабырғасымен қоштасқан жас түлектердің қуанышы мен толқынысын бөлісу үшін ата-аналар, ұстаздар мен туыстары арнайы жиналды. Осындай маңызды шараның бірі Мырзабек Дүйсенов атындағы номер 15 мектеп лицейінде ерекше салтанатпен өтті. Биыл аталмыш білім ордасын 93 түлек аяқтауда. Олардың ішінде 11 оқушы алтын белгіге, 14 оқушы үздік аттестатқа үміткер. Бұл ұстаздардың жылдар бойы төккен тері мен шәкірттердің тынымсыз еңбегінің жемісі. Мектеп түлектерінің арасында Камила Амангелді есімді талапкер бар. Болашақта режиссер болуды армандайтын Камила еліміздің мәдениет әлеміне тың серпін беруді көздейді. Оның бүгінгі қуаныш сәтіне арнайы келген анасы тұңғышының мектеппен қоштасуына куә болып, ерекше толқынысқа бөленді. Бүгін менің қызым Амангелді Камила мектеп бітіріп жатыр. Осы 15-ші мектеп лицей гимназиясын бітіріп жатыр. Менің тұңғыш қызым, Құдай қаласа, грант иегері атанады деп үміттеніп отырмыз. Қызыма сәттілік тілеймін. Мен өзім де мұғалім болып жұмыс жасаймын, бірақ соған қарамастан уақыт тауып келіп тұрмын бүгін қызымның қуанышына ортақтасып. Түлектерге сәт сапар, қызыма сәттілік тілеймін. Салтанатты жиынға мектепті осыдан бірнеше жыл бұрын тәмамдаған түлектер де арнайы келді. Олардың қатарында Ғалия Сансызбаева да бар. Ол мектеп қабырғасында алған білім арқасында Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының біріне мемлекеттік грантпен түскен. Бүгін Ғалия туған бауыры Нұрсұлтанның мектеппен қоштасу қуанышын бөлісу үшін Семей қаласынан арнайы келген екен. Қайырлы күн, құрметті қызылордалықтар. Бүгін 15-ші мектептің мектеп бітіру түлектерінің үлкен шарасына келіп қалдық. Мен өзім 30 жыл бұрын осы мектептің түлегі болғанмын. Алматы қаласында грант иегері атанып, қазіргі таңда Семей қаласында тұрып жатырмын. Анау Семейден осы бауырым осы мектеп бітіріп жатыр. Сол үшін бүгінгі үлкен шараға келіп тұрмыз. Мінекей баламмен келіп тұрмын, уже қызыммен. Тек қана сәттілік тілеймін жас түлектерге. Жас түлектердің жолы ақ жол болсын. Менің жолымды қуып, грант иегері атансын барлығы. Мектеп директоры Кабира Тілеуова сөз сөйлеп, жас түлектерге ақ жол тіледі. Ол ұстаздар ұжымы атынан түлектерге сенім білдіріп, олардың өмір жолында жарқын болашақ күтіп тұрғанына сенім артты. Бүгін ерекше салтанатты мереке. Бүгін барлық мектептерде соңғы қоңырау мерекесі болып жатыр. Біздің мектебімізде де биыл білімім отаныма тақырыпта осы соңғы қоңырау мерекесі өтуде. Биылғы оқу жылы біздің мектеп үшін толағай табысқа толы жыл болды. Бірнеше оқушыларымыз Мұстафина Алима республикалық олимпиаданың 2-ші орын жүлдегері болса, және бірнеше оқушымыз ғылыми жобалардан, халықаралық жүлделерден орын алды. Бүгінгі күнді пайдалана отырып, мен жас түлектерге сапарларың сәтті болсын деймін. Болашақ осы еліміздің дамуына өз үлесін қосатын, әрқайсысы осы мектебіміздің абыройын асқақтататын жақсы азамат болады деген сенім білдіремін. Сондай-ақ түлектерді құттықтап келгендердің арасында қала тұрғыны Анар Абсадыкова да болды. Оның құрбысының ұлы мектеппен қоштасып жатқандықтан, ол да осы қуанышты сәттің бір бөлшегіне айналды. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, мынау ұстаз үшінде, мектеп бітіруші түлектер үшінде қандай керемет мереке болып жатыр. Барлық осы ұстаздар қауымын осындай үлкен атаулы мерекемен мектеп бітірушілердің барлығын осы мерекемен құттықтаймын. Ата-аналарға осы балдарының қуанышы көп болсын. Мен мына бүгін құрбымның әрі көршім Жүсіпбек Нұрсұлтанның мектеп бітіріп жатқан соңғы қоңырау мерекесіне келіп жатырмын. Нұрсұлтан мектеп бітіріп жатқан күнің құтты болсын, өмірдегі жолың ақ болсын. Алла бұйыртса, бүгін ата-анаң қуанып жатса, енді гранттың иегері болуына тілектеспін. Салтанатты шара барысында түлектер өз өнерлерін ортаға салып, ұстаздары мен ата-аналарын әнмен жырмен қуантты. Мектеп туралы шырқалған әсерлі әндер жиылған көпшіліктің көңілін толқытты. Балалардың шынайы сезіммен орындаған туындыларын ата-аналары мен ұстаздары ыстық ықыласпен тамашалады.
Мектеп қабырғасымен қоштасқан түлектер енді өмірдің жаңа парағын ашуға дайын. Олар үшін бұл тек бір белестің аяқталуы емес, жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын маңызды кезең. Олардың табысты болашағына сенім артып, ұстаздар мен ата-аналар ақ баталарын берді. Ал біз оларға тек сәттілік тілейміз. Олжас Дәуіт, Ерлан Жұматаев, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.